Сәлем Стамбулдан. Бүгін арықтау видео өңделуінің 31-ші күні. Бүгін ойлап қарасам бір ай өтіпті. Ертең қорытынды жасайын ба деп отырмын. Жоқ, жалғасады. Просто бір айда не жедім, не жемедім, өзіме бір қандай қорытынды шығардым, соны айта кетемін ертең, сондай видео түсіремін ертең. Бүгінгі салмағым 107,9. Қанша сонда тастап тұрмын. Асып кетемін жерге. 107-ге түстім. Жақсы болды. Бүгін өзімді өте жеңіл сезініп тұрмын. Көңіл күйім де жақсы. Қазір таңертеңгі жеген тамағымды қарап кетіңіздер. Қайырлы таң қыздар. Мынау менің таңғасым болғанда. Мынау дейтін ішіне мұз салынған, жартылай сүт, жартылай су, мұз, то есть банан. Банан салдым, сосын греческий орех салдым. Соны дейтін блендерден өткізіп, осыны ішейін деп жатырмын. Қарағандарыңызға рахмет. Міне осындай тамақ жедім таңғы, сосын қазір дейтін түскі асқа мен жайлап сөйлеп жаттым, балам ұйықтап жатыр. Не жеп жатырмын? Кукуруза жеп жатырмын. Екеу мына жерде. Соны жеп аламын қазір түскі асқа, сосын кешке гречке жеймін. Қасына саңырауқұлақ жуанмен пісіретін сияқтымын. Саңырауқұлақ тоже белок қой енді. Тағы айта кететін жайт, ертең мен қорытынды жасап отырған кезде бір айда толығымен қанша салмақ тастадым, не жасадым, қандай приложениялар қолдандым да жаттығу жасаған кезде. Сосын мына дене өлшемімді жазып кетемін. Басында ең бірінші күндегі өлшем. Телефонымдағы памяті дейтін бетіп қала береді бар ғой. Ішін тазалау керек жақсылап. Солай дене тұрғаным, бірінші күннің дене өлшемім және ертең таңертең шығарған өлшем, сол өлшемді салыстырамыз. Бірақ менің видео өңделуім жалғасады. Мен әлі постаймын. Менің мақсатым әлі ең аз дегенде 80-ге дейін, 80 килограммға дейін болу. Қазіргі килограмм менде 107 болып тұр ғой. Әлі осы алдымыздағы маусым айында, айдың аяғына дейін 100-ге дейін жету. Содан кейін июль-август осы жаз бойы бір 90-ға дейін түсу. Онда мен алла-аласа августке дейін бір 16 килограмм түсем ба деген ойдамын. 16 арғаты 20 килограмм болса вообще супер. 80-ге дейін әлі көп бармаған. 80-ге мен ұттай кезімнен білмейсіңдер ғой, енді біреулерге жауап берген сияқты, мен сұрақ жауап жасайын ба деп ойлағам. Сол кезде айтып кетерім, бір сұрақ болды менде, кішкентай кезден осылай деген. Соны жөнінде айтып кетем. Айтайын деп отырам, кеше көйлек пен шалбарды өлшедім ғой, кидім ғой. Ол 116 салмақта болғанда, 116 килограмм салмақта болғанда, джинсовый шалбар мені бөксемнен өтпейтін болды, көйлек иығымнан өтпейтін болды. Қол салынады, қол енді кем болғасын, бірақ иыққа еленіп тіреп қалатын болды. Сол 108 килограмм болғанда, кеше түсіргенде әйтеуір киілініп, шалбарым бөкседен өтті, бірақ ілгектері салынбайды, вообще жақындамайды бір-біріне. Соны ертең алла қаласа ілгектер жауып бастаған кезде, шалбарымның қыстырсиып тұрса да бүйтіп жауып басталған кезде мен сізге түсіремін. Одан кейін ары қарата босап жақсы бүйтіп келгенде жақсы өзі размеріне сай тұруына байланысты тағы бір түсіремін. Сол мен бірге болыңыздар. Ертең міндетті түрде видеомды қараңыздар. Рахмет. Сәлем қыздар, мына менің кешкі асым. Гречка, котлета мен мына жерде көкөністермен оливка. Аналардың бәрі духовка піскен. Балам котлета, картошка мен, күйеуім жолдасым не, қарбыз-марбыз, сыр. Сонада да жеп отыр. Бізге ас болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Лайк басамыз, тіркелеміз. Мен бірге арықтаймыз. Пока-пока. Ертеңге дейін көріскенше.